Төле би 90 жасқа келгенінде қаз дауысты Қазыбек би сәлем бере барыпты. Елдің жақсылары, шешендер, ойшылдары жиналып, әңгіме дүкен құрып отырғанында, қаз дауысты Қазыбегім келді, бәрің түгел жиналыңдар. Сендерге 10 түрлі жұмбағым бар, соны шешіңдер, дейді Төле би. Айтыңыз, айтыңыз. Айтсам 10 түрлі жұмбағым мынау. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отырғандар таң тамаша болады. Бұл не деген жұмбақ? Осындайда жұмбақ бола ма? Би аға, бұл жұмбақты мен шешейін, рұқсат етіңіз, дейді қаз дауысты Қазыбек. Рұқсат, рұқсат. Бір дегеніміз бірлігі кеткен ел жаман. 2 дегеніміз егесіп еткен ер жаман. 3 дегеніміз 3 бұтақты шідерден шошынған ат жаман. 4 дегеніміз төсектен безген жас жаман. 5 дегеніміз белсеніп шапқан жау жаман. 6 дегеніміз асқынып кеткен дерт жаман. 7 дегеніміз жас келіншек жесір қалса сол жаман. 8 дегеніміз серпілмеген қайғы жаман. 9 дегеніміз торқалы той, топырақты өлімге бас көрсетпеген сол жаман. 10 дегеніміз оңалмас кәрілікке дауа болмас деген, дейді қаз дауысты Қазыбек. Рахмет, дәл тауып шештің, ойы да телі де жүйрік тұлпарым, деп Төле би Қазыбекке разы болыпты.